1963 жылы іргетасы қаланған Қара Шаңырақ Ақселеу Сейдімбектің атына берілген жалпы білім беретін мектебі. Биыл этнограф, ғалым Ақселеу Сейдімбектің 80 жылдық мерейтойы аталып өтті. Мерейтой қарсаңында ауданымызға іс-сапармен келген Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі мектебімізге арнайы ат басын бұрып, мектебімізбен танысты. Әрине, мектептің басты субъектісі ол оқушы. Біз әр оқушымызбен мақтанамыз және балалардың сапалы білім алып қана қоймай, жан-жақты дамуына айрықша мән береміз. Оқуға құштар мектеп аясында мектеп оқушыларына арналған бұрыш ашылған. Онда оқушылар өзара оқулықтармен алмасып, қалаған кітаптарын оқи алады. Шахмат мектепке бағдарламасы аясында мектеп оқушыларының бос уақытын үнемді пайдалану мақсатында мектеп дәлізінде шахмат үстелдері қойылды. Және дебат қозғалысын қайта жаңғырту мақсатында мектебімізде ақиық дебат клубы өз жұмысын жүргізуде. Оқушыларымыз аудандық, республикалық көлемде жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Аудандық жарыстардан жүлделі орынға ие болып, облысқа жолдама алған спорт саңлақтарымыз да шаш етектен. Атап өтсек, тоғызқұмалақ, шахмат, қыздар арасында кіші футбол, күрес, волейбол, дойбы, мылтық ату және жеңіл атлетика. Ғылыми жобалар, абай оқулары, ақберен, пәнаралық олимпиадалардан да жүлдеден кенде қалмадық. Биылғы ақберен республикалық байқауынан Қаппасов Айбат оқушымыз 62 оқушының арасынан 5 үздіктің қатарынан бой көтерді. Бұл да біз үшін үлкен мақтаныш. Қаңтар қырғынында ел үшін шейіт болған батырымыз Айбат Аманов та біздің мектебіміздің түлегі. Айбында Айбатымызға арналған стенд пен ерліктері мен суреттері сыр шертетін арнайы сөре арналды. Арқаның алтын сандығы атанған дара жазушының есімін иелену біз үшін үлкен мәртебе және абыройлы міндет. Мектеп ұстаздары шәкірттерге тек сапалы білім ғана беріп қоймай, нағыз ұлтжанды қазақы ұлтын сүйетін азаматтар тәрбиелеу үшін еңбек етуде. Мектебімізден Ақселеу ағамыздың ізін жалғар талай оқушылар шығатынына кәміл сенеміз. Алаш туы астына көз сөнгенше сөнбейміз.